Сәлем, сәлем. Кәмпитші ата туралы ертегі саған ұнап жатыр ма? Оны жалғастырайық па? Балаларға қуаныш сыйлайтын кәмпитші ата бүгін тағы да кімді қуантады екен? Жақсы. Арслан келдің бе? Сұлтан ше? Фариза мен Айгүл қайда? Олар да осында ма? Жақсы, жақсы. Қазір мен ертегімді бастаймын. Ал қане, барлықтарың жиналсаңдар, ертегі басталды. Бір күні кәмпитші ата өзінің дорбасын сүйреп, ешқашан болмаған бір қалаға келеді. Қала өте әдемі, биік үйлері көп, көшелері тап-таза. Бірақ бір нәрсе жетіспейтіндей. Айнала тып-тыныш. Ешбір баланың күлген, ойнаған дауысы естілмейді. Кәмпитші ата: қызық, не болып қалды екен? Дейді. Ол бір дүкенге кіріп, дүкеншімен амандасады дағы: сәлеметсіз бе? Мен тәттілер алып келдім, дейді. Ал сатушы әйел болса, қабағы қатулы, күлмейді. Тәтті? Біздің қалада ешкім тәтті жемейді. Балаларға да керек емес. Олар күлмейді де, ойнамайды да, дейді ашулы түрде. Кәмпитші ата таң қалып дүкеннен шығады да, қала көшелерін аралап келе жатады. Бір кезде орындықта отырған бір атаны көріп қалады да, оны сөзге тартады. Балалар қайда? Балалар сыртқа шықпайды. Олар енді ештеңеге қуанып, күле де алмайды. Себебі қаламызға сиқырлы ұрысқақ деген бұлт келді де, барлық күлкіні ұрлап, ұшырып әкетті, дейді ата. Ұрысқақ бұлт? Деп кәмпитші ата таңданып қалады. Кәмпитші ата өте мейірімді, балаларға үнемі көмектесіп, күлкі сыйлап жүретін ата ғой. Ол осы жолы да бұл қаланың балаларына көмектесіп, не істейді екен? Кәмпитші ата өзінің дорбасындағы кәмпиттерін әрбір үйдің терезесінің алдына қойып кетеді. Ол кәмпиттердің ішіне жүректегі мейірімін, шынайы күлкісін қосқан еді. Ал ертеңінде таң атқанда қала көшелерінің әрбір жерінен ха-ха-ха, хи-хи-хи, ура деп қолдарын шапалақтаған балалардың дауыстары естіліп жатады. Бірінші кішкентай қыз күледі. Одан кейін оған ағасы қосылады. Көршілері қолдарын шапалақтап, мәз-мейрам болып, қалаға күлкі оралады. Ал сол күлкілер аспанға жетіп, ұрысқақ бұлтты қорқытады. Жоқ, жоқ, мен бақытты балаларды жек көремін, деп ашуға булығып, ол басқа жаққа ұшып кетеді. Сөйтіп, бұл қала жарқырап, балалардың күлкісіне толған қалаға айналады. Ал кәмпитші ата болса, жымиып күледі де, көзін қысып, күлкіні оралттым. Енді басқа балаларға көмектесетін кез келді, дейді де, ары қарай жолға шығып кетеді. Кәмпитші атаның келесі сапары қай жерде болады екен? Және тағы кімге көмектеседі екен? Оны келесі бөлімде білетін боласың. Жақсы, бүгінгі ертегі осымен аяқталды. Келесі кездескенше.